Енді осы жұмыс барысында Қазақтелекомның ішіндегі әріптестеріңізбен байланыс, бәлкім ішкі жағы командалық рух дейміз, бәлкім компанияның өзі атауы да Қазақтелеком болғаннан кейін бір ерекше атап өтер дүниелер бар ма? Осы компанияға не себепті сіздер сондай берік болып, мына 12 жыл, 10 жылдан аса қызмет етіп келе жатсыңдар? Бұны қалай айтса екен, бұл андай кете берсек көре бересіз дейді ғой. Сол сияқты мысалға жаңа бағана айтып өткендей, сіз видеоларға түсіп жүрсіз, жаңа рекламалық роликтерге түсіп жатсыз деп айтып отырсыз ғой. Соның бәрі мысалға жаңа неден басталды, видео түсуден басталды. Одан кейін Қазақтелекомда конкурс болды. Бұл үлкен компания болғаннан кейін бізде әрдайым конкурс болады, жаңа спорттан конкурс болады, болмаса жаңа кеше КВН-ге де қатыстық. Бүкіл Самұрық Қазынаның портфельный компаниялар КВН ұйымдастырды. 10 ба 9 компания болды, үлкен КТЖ, Қазпочта, Қазақтелеком. Кім ұтты? Енді кім ұтты айтпай ақ қояйық. Жарайды. Сосын сөйтіп болдық. Одан бөлек жаңағыдай «Стань лицом Қазақтелекома» деген конкурс болды. Соған дайындалып, соған видео түсіріп, содан жеңімпаз болып 10 адам. Сосын 10 адамды бүкіл Алматыға жинап, жаңа видеоға түстік, фотоға түстік. Сосын Берекет деген тарифный планда мен жаңа Анар деген кісі бар тағы да батыста істейтін. Сол кісі екеуміз семья болып, и қасымызда тағы кішкентай қыз бар, сөйтіп Берекет тарифный планына суретке түскен жайымыз. Жарнама түсіздер, иә, жарнама түстік. Тамаша. Одан бөлек бізде үлкен корпоративный университет деген бар. Бұл жерде жаңағыдай барлық дүниелерді бізде Қазақтелекомда 20 мың адам істейді ғой. Соның барлығын әрдайым оқытады, жетілдіреді. Старт MBA деген бар, одан кейін барып Next MBA бар, одан кейін Executive MBA-ге түссеңіз, сіз шетелге барып 1 жыл оқып келесіз. Шетелге, Америкаға барып 1 жыл оқып келесіз. Тамаша. 1 жыл деп қойбай, 1 ай оқып келесіз. Одан бөлек сол корпоративный университетте тағы да бір конкурс болды, жақын арада, бір 2 айдай болды деймін. Қазақ тіл пәнінен мұғалім болдым. Қазақ тіл пәнінен мен сабақ беремін. Бұл қазақ тіл пәні деген сөздерді қалай жазу керек деген дүние емес. Біз қалай жаздық? Былай шақырдық. Кел, қазақша сөйлейік. Өйткені бізде қазір ол өте өзекті. Қазақша speaking club, иә? Қазақ тілін білмейтін және меңгермеген адамдарға үйретіп, оны біз сұрап, жаңағыдай қалай жазу керек? Деген қалай жазылатынын көрсетейін деп жатқан жоқпыз. Келіңіз, бірге қазақша сөйлейік, бірге дамытайық. Өйткені өте өзекті мәселе, өйткені өзім үйімде отырған балам орысша сөйлеп кетті да, өйткені тілі орысша шықты да, сонымен орысша шығару керек болды. Сонымен енді күніне ол баламмен 3 сөз айтамыз, айтам балама, орысша 3 сөз айт, соны қазақшаға аударамыз. Сөйтіп алып, қазір қазақшаны жақсы сөйлеп келе жатыр. Тамаша, жақсы. Демек, жалпы корпоративтік мәдениет, компанияның ішіндегі белгілі атмосфера, одан қалды қосымша жаңағы оқыту дүниелері барлығы жақсы тартады ғой адамды. Бақтияр да баратын сияқты алдағы уақытта. Бағдат Батырбекұлымен кездескеннен кейін біраз Астанаға қарай көшем екен, өйткені әр компанияға сондай белсенді адамдар өте қажет. Оған қоса жаңа спортпен шұғылданатын, әлеуметтік желіде өте белсенді болатын, өзінің ойын айта алатын адамдар өте керек. Корпоративтік университетке бару ойда бар ма? MBA өту, шетелге барып оқу деген сияқты. Ондай ойда бар, адам енді әр уақытта дамуға дайын болу керек. Өйткені біз ол қазір керек. Әрине мен осы барсам, әрине жазылып соған қатысам енді. Тамаша. Енді біз өмірдің қызығы да, шыжығы да көп қой, неше түрлі. Бір уақытта Абылайхан да мантер болды, бір уақытта өзіңді біраз әлі күнге дейін ғой, енді үйлерге барып, адамдармен жеке қарым-қатынас құрып, былайша айтқан кезде әр компанияның өзі белгілі жұртшылықпен байланыс құратын бөлімі болады негізі. PR бөлім дейді, пресс бөлім дейді, тағысын тағы. Бірақ түптеп келген кезде барлық үлкен компанияның жауапкершілігін үйлерге баратын қарапайым инженерлер мен монтерлер мойнына жүк ретінде алады. Және батаны да, балағат сөзді де, бәлкім негативті де сол жерден естіп жатады. Өмірде өткен, енді көп созбай ақ қойып, бір келеңсіз жайт, бір қызық жайтты айта өтсек.
бар ма? Абылайхан бастаймыз ба? иә бастайық. Мынандай жағдай болатын тұғын, біз енді кезінде линияда істеп жүрген кезде енді 75 адамдай барды ғой, енді Астананы бүкілін қамтамасыз ететін 75 универсальный специалист болды да. Сөйтіп абоненттер заявка береді, и бізде бір абонент бар тұғын. Ол кісіге барамыз үйіне. Ол кісі енді бұрын жаңағы үлкен дәрежелі должностарда жұмыс істеген, сондай 70-75-тегі кісі да, әйел кісі. Сөйтіп кіреміз бірінші үйіне, ол кісі шақырады. Сағат 12:30-да шақырады всегда. 12:30-да үйіне кіреміз. Ол кісі айтады: "О, келдің ба балам? Келе ғой, кіре ғой" деп, ваннаның есігін ашады да. "Қолын жуа ғой" дейді, барсын, қолын жуасын, сосын жүр дейді. Тамақ береді, күшті болып тамақ беріп алады, жарты сағат әңгіме айтады, оны тыңдап отырасың. Содан кейін барып, жүр, мынау телевизор дұрыс істемейді дейді, мына комнатаға апарады. Сөйтіп комнатасына барып телевизорды қосасын, істеп тұр телевизор. Апам, мынау істеп тұр ғой барлығы. Істеп тұр ма? Жақсы, жарайды деп мусор беріп жібереді. Мусорды алып кетесің. 75 баланың 75-і сол үйде болып шықты. Демек, Қазақтелеком Қазақтелеком тек қана байланыс орнату үшін ғана емес, мусор шығару үшін де пайдалы болып тұр ғой бір кісіге, иә? Ондай емес, Қазақтелеком ешқашан отказ бермейді демегім келіп тұр да. Енді бір жағынан үлкен кісі болғаннан кейін, өште жоқ, алып кетпеймін деп айта алмайсың. И сосын планер қойды азында. Иә. Мен бүгін болдым, ол кісіде деп отырады қазір. Қызық. Енді қазіргі уақытта қызық жайтты айтып өттің, ал келеңсіз ситуациялар болды ма? Келеңсіз ситуациялар болды. Бір рет абонент заявка берді, сол күйінше бардық біз ол үйге. И одан кейін ол кісі бір қатты көңіл күйі жоқ екен. Кіргеннен бастап айқайлады. Неге маған 700 теңге қосылып кеткен деді. 700 теңге, білмеймін, ол повод болып тұрған шығар, может, айқайлап видеосын қосады еще. Айқайлап видеосын қосады да, и түсіріп жатыр. Мынау келді, мынау істемейді, неге олай деп, сосын айтамын: "Апа, видеосын өшіріңіз. Өшіре қойыңыз, мен де сіз сияқты адам, мен сізге істеп бермеймін деп жатқан жоқпын, істеп береміз сізге барлығын." Сөйтіп, жоқ, ол кісі қоймайды, сосын екеуміз шамалы бір ұрысып қалдық енді. Сосын одан кейін барып айтып екеуміз келдік та бір шешімге, оның барлығы интернетін істеп бердім. Ол кісі әлі күнге дейін хабарласады. Соңында шай берді ме? Иә, әлі күнге дейін хабарласады. Абылай интернетін істемей тұр. Сосын айтасың: "Мына жақтан балдарға көмектесіп жүргенде шамалы істемей жатыр" деп. Сол сияқты. Демек, адамдарға түсіндіру маңызды, иә? Иә, түсіндіру маңызды. Өйткені интернет істемей жатыр. Не үшін? Ол коннектор болуы мүмкін. Иә. Ол 220-сы просто перепад электричества болса болды. Линия болуы мүмкін. Ол линия болуы мүмкін, модем болуы мүмкін, абоненттің өзінің телефоны болуы мүмкін, телевизоры болуы мүмкін. Ол көп нәрсе моменттер айта берсек. Сол үшін ол абонент беріп тұр ма, если істемей жатыр деп, оған бару керек. Барлығын қарап шығу керек та, сосын барып айта аламыз біз. Болмаса былай ауадан тұрып біз ешнәрсе айта алмаймыз. Барып көру керек. Қызық. Бақтиярда болды ма екен ондай ситуациялар? Ондай ситуациялар өте көп менде. Көп сияқты, иә? Ана бір күнделік жазуға болатын сияқты, Қазақтелеком монтерінің күнделігі деп. Бүгін мен осындай апаның үйіне бардым деп. Ол маған жаңағы осылай айқайлап тастады деген сияқты. Ол күнделігіміз толып кететін сияқты бізде. Күнделік әртүрлі. Қандай қызық және келеңсіз ситуация болды ма? Иә, бірінші неден бастайық, онда жаңағыдай келеңсіз ситуация болған. Өтінім түседі, өтінімге барамын. Сөйтсем, менен енді денесі ірі кісі отыр. Ашулы. Ол кісіге дер кезде не берілмеген информация, не істеу керек, жаңа тарифтік жоспарын ауыстыру үшін ол кісі 160-ға хабарласқан, 165-ке де, абонентский отделға да барған, бірнеше рет барған. Өзінің керекті тарифтік жоспарын ауыстыра алмай отыр. Неліктен деп мен кіріп қалғансам, сол кезде мен өзім түсіндім, бұл жақтан шығу керек. Оның айғайы бар, ұрсуы бар, маған деген көз қарасы былай мені жақтатпай тұр, шыны керек. Өйткені бүткіл негативі маған шығып тұр да. Мен оны түсініп тұрмын. Басында енді әрине ол адам болғансың, кішкене тыңдайсың, тыңдап отыра түсіне бастайсың, неден басталды. Сұрақ қоя отыра ол кісіне. Бір неге келдік, бір емес, әрине шамасы бар, 15-20 минут кісімен сөйлестім. Тек қана сөйлестік. Бүйтіп қарап отырсаңыз. Ұрам демеді ме? Ондай да болды. Ол басқа эпизод айтып беремін екен сізге. Қараңыз, былай болды. 20 минут уақыт ол кісіні мен шыны керек тыңдадым ше. Негізінде көп нелерді, ақауларды сөзбен де жаңағыдай тыңдау арқылы шешуге болады. Ал 10% уже жаңағыдай не істеу керек екенін білу керек.
Сіз колл-центрдің жұмысын жасап тастадым деңізші, шыны керек. сол жерде отырып. Иә, солай болды. коуч психолог болып кетесің Иә. ғой Бірақ содан кейін түсіне бастадым ол не істеу керек екенін. Содан кейін ол кісіге түсіндірдім. Осындай, осы жолмен шешіледі. Сіз ол кісі неде 3 жылға контрактқа отырған. Соңына келген кезде түсіндірді, ол кісі менің қолымды алып ризашылығын айтып, что менің ол жерде қатысым жоқ екенін түсінді да. Жалпы соны түсіндіріп айтқаныма ол өзі жаңа өзіне рахмет айтты. Содан кейін 1-2 күннен кейін тарифін ауыстырып жаңағыдай не істеп кетті. Сол менің айтарым бұл жерде клиентті тыңдай отыра, әңгімелесе отыра нені шешуге болады. Мәселені. Мәселені шешіп болады. Демек, кез келген мәселенің мәмілесіне келтіруге болады. Келтіруге болады. Басты мәселе тек тыңдау керек, иә? Тыңдау керек. Тыңдай білу керек. Бір қызық жайтшы. Қызық жайттар өте көп. қайсысын айтып берейін? Қайсысын айтпасам болады екен. Үйге келсем бауырсақ пісіріп бір апам күтіп отыр деп. Так. Қайсынан бастаса болады екен. Голы қыздар елестетіп отырсыз ба? Өте көп та, соның бір есте қалатындай. ит жайлы айтып берсейші. Қуды ма иттер? Частный секторға барған кезде. Иә, соны айтайын. Осы күшті кейс болды қазір. Қараңыз. Уже кешкі уақыт, қысты уақыт, бұл қыс мезгілі. Өтінім түседі. Алдын ала хабарласып барам. Келіңіз күтеміз деді. Мен келіп қалдым, 5:30 ба, солай уже қараң түсіп қалған. Хабарласам, қоңырау шалам, телефон алмайды. Несінде воротасында табличка жоқ. Обычно болады, опасно, злые собаки дегендей. Онда табличка жоқ. Мен ештеңе жоқ, есікті ашсам, айғайлаймын, естімейді, кіріп баратам. Біраз уақыт уже жақында қалам есікке, біраз жол жүріп қоям. Қараң жерден бір шауып келе жатыр да, бір күшік. Жарайды күшік қойсам, артынан үлкен лапладо, жоқ, қалай да, үлкен бір ит жүгіріп келе жатыр. Мен деген енді ондай ситуациялардан бола бермейді, енді сонда да иттен қорқпайтыным бар. Дер кезде сумкамды алдымдағы алдыма салдым. Және артқа жүгіріп баратырмын. Артқа жүгіріп батқан кезде артында бір не бар екен? Мұз қатып қалған шара дейді ғой. Ішінде мұз, артында су бар. Сонымен аяқпен шалынамын дағы отырамын сол суға. Көтім су. Ана жерді кесіп өтіп қалдым. Жоқ, болады ғой енді. Артым су болып қалды дейсіз. Артым су болып қалды. Одан секіре тұра, ана ит енді жайында орнында тұрмайды, ол деген қауіп келе жатыр. Тептім де, ұрдым да, ана жақта UFC болып кетшіне керек ше. Сондай бір қызық уақыт, осындай қызық бір оқиға болған. Соны басшыларға айтқаннан кейін айтпаймын, ой жоқ, баке, сізге премия береміз, молодец, батыр болдыңыз деп айтпаймын ондай. Бұл жолда енді бұл нені ешкім айтқан жоқпын, енді ол тек қана отбасым біледі, жоға жаққа жеткізген жоқпын. Эксклюзив, Абылайхан. Иттен қашқан оқиғалар өзіңде де болған шығар, жиі болады. Жалпы қазақта мынандай сөз бар, мамандығым мақтанышым деп атады. Енді телекоммуникация саласына Абылайхан әкесімен дауласып келген екен. Бақтияр өзі таңдап оқып, осы мамандық жолында, осы кәсіп жолында жүрген. Қазіргі уақытта енді көпшілік былайша айтқан кезде әлеуметтік желілерде адамдар бір жетістікке жеттік, оңай жолмен ақша табу оңай деген сияқты дүниелерді қатты насихат етеді ғой. Бірақ менің нақты түсінетінім адамдармен адамдарды байланыстыратын, мынау коммуникация саласында істейтін қызметкерлердің жұмысы өте орасан. Неге? Өйткені қазір біз ескермейміз, бірақ бұрындары өздеріңіз білесіздер, біз үйдегі телефонға байланып қалатынбыз. Қазір кез келген уақытта жаңағы Wi-Fi-ға қосыласың, кез келген уақытта байланысың бар. Үйге келіп жаңағы қазір теледидардан, тіпті біз телеарналар емес, осы Қазақ Телекомның интернетінің жылдам болуының арқасында бірден YouTube-тен немесе басқа да порталдардан бірден кино көріп, жаңағы балаларға мультфильм қосып қоямыз. Былайша айтқан кезде тұтынушылардың әдеті өзгеріп кетті. Енді сіздер жаңағы өздеріңіз айтып отырсыздар ғой, мен риза болам, мақтанам деп, осы коммуникация саласының болашағын қалай көресіңдер? Болашақта не болу мүмкін? Қандай өзгерістер болу мүмкін? Осыдан 10 жыл бұрын осындай тамаша жаңағындай Wi-Fi деген құрылғылар болады деген дүние болмады. Қазір біз білеміз, әлем 5G, 6G-ға қарай өтіп бара жатыр.
Енді өздеріңнің жұмыстарыңа байланысты болашақтарыңды қалай көресіңдер? Ол туралы біраз нәрсе айтуға болады негізі. Қазір техниканың дамыған заманында бір күн сайын дамып келе жатқан сияқты дүние. Техниканың артынан біз үлгермей баратырмыз жалпы былай келген. Жаңа Wi-Fi роутер деп келетін болсақ, ол Wi-Fi роутердің Wi-Fi 6 деген технологиясы бар. Ол новый технология да. Оның алдында Wi-Fi 5 болды. Wi-Fi 6 деген бір шетте не болады? Мысалға сізде үлкен коттедж деп айтайық та. Сәулем үйде тұрасыз ғой, тұрмайсыз ба? Басқасын айта берейін. Хорошо. Зәулім үйде тұрасыз деп айтайық. Зәулім үйде мысалға бірінші этажға сізге Қазақтелекомның жаңа Wi-Fi қойып берді. Сол Wi-Fi 6-ті сіз кабельсіз екінші этажға тағы да соны қосып қойсаңыз, Wi-Fi мен сіз мынау Wi-Fi-дан төбедегі Wi-Fi-ға Wi-Fi мен 500 мегабит бере аласыз. Сол кезде сізде екінші этажда 500 мегабит тарататын болады. Бізде қарапайым жаңағы келесі бөлмеде ұстамай жатады ғой, соның алдын алудың мәселесі ғой бұл. Иә, сізде бәрі жақсы болады, өйткені сіз бізбен танысып отырсыз ғой. Тамаша енді. Жақсы болды. Сонымен солай Wi-Fi желісі қазір өте қатты дамып кетті деп айтсақ та болады. Болашақта мүлдем роутер болмайтын сияқты, иә? Никола Тесла айтқандай, мынау ауа арқылы тарайтын сияқты интернет. 5G Ондай болуы мүмкін, иә, негізі? Конечно. 5G технологиясы дамып келе жатыр мысалға. 5G технологиясы Қазақстанның қай точкалерінде қосылғанын точно айта алмаймын, бірақ мегаполистарда Астана, Алматы, Шымкентте 5G технологиясымен сіз көшеде тұрып, мен өзім есептегенде 620 мегабит секунд телефон желісі арқылы көшеде тұрып есептеген. 520 мегабит деген ол өте көп. Бұрын медный технологиямен салыстыратын болсақ, или SDMI технологиясы бар. Олармен салыстыратын болсақ, 4-8 мегабитке қарағанда 520 деген вау ғой былайша. Иә, мен түсініп отырмын, бірақ көрермен түсіне ме екен оның барлығын? Көрерменнің сол бағана айтқан. Демек, былай ғой енді, бұрын сіз 1 минуттық видеоны бірден көре алмайтын едіңіз. Ол жүктелуге біраз уақыт кететін еді. Қазір 1 секундта жүктеледі. Қазір сіз 4К, 8К деген видеолар бар ғой, ютубта соны қосасыз да, былай жылжытасыз ғой алдыға қарай, сол жерде шамалы кідіретін еді ғой. Қазір кідірмейді. Қазір былай қоссаңыз, ол резко қосылып кете береді. Содан ақ байқауға болады Wi-Fi желісі жақсарған. Ол қаншама адамдар айта берсін, бірақ біз әрі қарай істей береміз. Технология қазір Қазақстанда өте әдемі деп айтуға болады. Тамаша. Қаншама жаңа проектлар, қанша жаңа бағдарламалар кіріп келе жатыр. Технология деген мен қай кезде түсіндім. Осыдан 2-3 жыл бұрын, егер мен әріптестерім көріп отырса, Астанада 2000 модем желіден жұмыс істемей қалды да. Біз 11-12-ге дейін түнгі істейтін ол кезде линияда істеймін да мен. Сөйтіп 11-12-ге дейін істейміз, бір абонентке кірдім. Енді ол соңғы абонент болып тұр да, уже бір айда барлығын қосып бітіру керек болды. 3-ші аптада мен уже сол абонентке келген кезде үлкен кісі ғой, маған қарап тұрып, вы где ходите дейді. Мен айтамын, үлгермей жатырмық, бізде 2000 модем авария болды, сондай жағдай болып қалды енді дедім. Сөйтіп кірдік, вы где ходите дейді, тағы да айтады да. Мы начали книжки читать дейді ғой. Мы начали өздеріміз оқи бастадық, өзімізге с друг другом разговаривать дейді ғой, короче. Мен сол сияқты мысалы даже үлкен отырыстарда дос-балдарыңмен или таныс жігіттермен басқа отырыстарда отырған кезде Қазақтелекомда деп айтасыз ғой, жаңағыдай бірден айтып шығады. Қалай мына жерде қалай істеуге болады, мына жерде қалай істеуге болады, сұрап шығады да. Сұраныс бар, өйткені интернет желісі қазір бәрімізге керек. Интернет желісінде барлығы бар. Даже сол искусственный интеллект қазір, чат GPT. Иә. Негізі Абылайхан жақсы ой салды. Болашақта адамдардың цифрлық сауаттылығы артып, идеалды әлемде Бақтияр оның үйіне бармай, кез келген адам өзі қоса алу керек қой, иә? Тек қана поштамен жаңағы мейлі модем болсын, мейлі роутер болсын, соны жібереді. Кез келген адам өзі жалғап, өзі қоса алатындай деңгейге жету керек. Ол деген жаңағы халықтың цифрлық сауаттылығын артуы, иә? Иә, соны артыру керек негізі. Солай болса күшті болар еді, иттер артымыздан жүгірмейтін еді дейсің. Иә? Өзің қалай ойлайсың? Жұмыс бағыты қалай кетеді, қалай дамиды? Жалпы біздің мамандық өте керекті мамандықтан бірі. Өйткені алда оқиға болды ғой, қаңтар оқиғасында. Мүлдем интернет жоқ. Сол кезде түсінуге болады. Шыны керек, жаңа кім айтып өткенде былай. Жаңа баласын тани бастадым дейді. Күйеуім қандай екенін біле бастадым дейді, интернет жоқ кезде. Карантин уақытын еске алсақ.
иә Пандемия кезінде жақсы түсіндік қой. Жалпы қазір кез келген адам, мысал үшін енді шалғай ауылдардың өзінде қазір байланыс бар ғой, бірақ десек те байланыс жоқ жерге барып, бір 2-3 күн өмір сүрсе, біраз әлемдегі болып жатқан өзгерістерден бейхабар болып қалады. Сол себепті меніңше қазіргі уақытта адамдар әлеуметтік желі, жалпы ғаламторға қосылу дегенді қалыпты өмір процесс ретінде қабылдайды. Бірақ десек те менің түсінуімше бұл техника болғаннан кейін оның ақауы болмай тұрмайды. Мысалы үшін Қазақтелекомға қатысты айтылатын жаңағы сындардың бірі неге сапа нашарлап кетті, неге байланыс дұрыс болмай жатыр, неге Wi-Fi дұрыс болмай жатыр деген сияқты мәселелерге сіздер қалай жауап бересіздер? Оны келу керек, қарау керек дейміз. Тексеру керек. Өйткені шынымен ол жерде бірақ мәселе болмауы мүмкін да. Болады енді кейбір жерлерде айтасың, былай істеп көріңіз, былай істеп көріңіз, көмектеседі. Кейбір жерлерде бәрібір бару керек. Өйткені сіз дистанционный коннектор ауыстыра алмайсыз ғой. Сондай сияқты дүниелер барып бәрібір. Енді қазіргі уақытта жаңа айтып отырмыз ғой, колл-центрдің қызметін Бақтияр өзі атқара салады екен. Сіздерді оқытатын, дамытатын бір арнайы программалар бар ма? Қалай сөйлесу керек мысалы адамдармен? Бізде бар. Арнайы сервис менеджмент деген сабақтар болып тұрады, жылына 2 рет. Оларға барған кезде әрине біз пайдалы ақпарат аламыз. Әріптестермен отырған кезде олар біз алмасамыз ойларымызбен, ондай сабақтар бізде бар. Мен не үшін айтып отырмын? Өйткені қазіргі уақытта телекоммуникация саласында жалпы көштен қалып қоймас үшін, бәсекелестікке қабілетті болу үшін үнемі дамып отыру керек сияқты. Ол үшін де енді заман дамып жатыр, технологиялар дамып жатыр. Қандай соған байланысты әдеттерің бар? Мысалы үшін мен түсіндім, Бақтияр таңертең жүгіреді екен. Ол да мидың жақсы жұмыс істеуіне өте үлес қосады, Абылайханда қандай өзінің хоббилері бар, бәлкім дамуға байланысты әдеттері бар? Дамуға байланысты деген, мен өзіміз дос балдармен тенниске барамыз, большой тенниспен ойнаймыз. Қазір біраз болды негізі ойнамағалы. Бір жағынан мен Инстаграм желісін жүргіземін, ол жақта маған ұнайды негізі машина, старый машиналарды ремонттаған. Сосын қазіргі таңда осы жақын арада бітірдім, үйімнің ремонтын бітірдім. Соны түсірдім тоже. Қалай істеу керектігін, ремонт не істеу керектігін соны да түсіріп жүрдім. Тамаша, не деген талантты адамдар. Байланыс емес, инфлюенс саласына кетіп қалатын сияқтыдар ғой, шамалдан кейін. Бақтияр? Тағы да неңіз? Как работать с Китаем? Сұрағыңызды қайталап жүрсіңіз? Жалпы жүгіруден басқа тағы қандай бәлкім жаңа дамуға байланысты әдет ғұрыптарың бар? Жалпы әдет ғұрпымыз, қараңыз, жалпы өмірде енді дене шынықтыру, жалпы салауатты салтын өмір жүргізу, отбасыға көңіл, отбасымен уақыт өткізу, оның бәрі адамға әсерін береді. Енді біз жаңағы байланыс саласы қарқынды дамып жатыр да. Сол осы байланыс саласында бәсекелестікке қабілетті болу үшін Бақтияр не істейді? Бірдеңе оқи ма, көре ме? Мен түсіндім, Бағдат Батырбекұлымен өткенде кездестің. Енді одан кейін, ол кездесуден кейін тағы да бір жаңа ой пайда болды ма? Осы орталық аппаратқа барып, мен неге енді техникалық мамандардың басшылық қызметіне өзімнің бағым сынап көрмеске дегендей ойлар туындады ма? Ондайлар туындады. Жалпы мен осы дәрежеге келуім былай басталды. Бірнеше мен курстар оқыдым. Мобилография. Тамаша. Онлайн, соң кейін офлайн курстар бар. Одан бөлек жаңағыдай өз-өзін дамыту, жаңағыдай бірнеше курстарға қатысқаным бар. Одан бөлек мен осы жерде монтажда Бақтиярдың блогындағы видеоларды қосуды сұраймын. Неге? Өйткені оның тиктогы өте белсенді. Жаңа тиктоктағы бірнеше қызық видеоларды бірінші көріп алыңыздар, сосын жалғастырамыз, Айта бер. Жалпы адам деген жалпы адам әр уақытта дамуда болу керек. Дамымаса, өзіне білім алмаса, ол қалып қоя береді. Сондықтан менде сол жасым 36-ға келді.
Соған қарамастан әйтеуір үйренуге, жаңағыдай алға талпынуға менде не бар, желание дейді ғой, Иә. талпынысым бар. Әрине осындай көбірек білім алып, жаңағыдай өзімді дамыта отыра абоненттерімізге пайдалы болуымды қалаймын. Тамаша. Қосар бар ма? Бар. Айтшы. Ол неме бар. Одан бөлек менде әйелім бар, балам бар. Балаға көңіл бөлу деген бөлек дүние да. Болашақ солардың қолында демекші. Одан кейін баламен ойнау, болмаса әйеліңе көңіл бөлу, жеке өмірің бар деген сияқты. Құдайға шүкір, бірақ үлгеріп жатырмыз. Тамаша. Енді жігіттер, біздің подкастымыздың уақыты шектеулі. Десек те біз әлі де алда кездесетін сияқтымыз, сөйлесетін сияқтымыз. Баха Wi-Fi бар екен, Wi-Fi-ға байланысты Бахаға хабарласып тұратын сияқтымын. Абылайханға қоңырау шалып, менің тарифім дұрыс болмай жатыр, өзгертіп бер деген сияқты. Мен бір нәрсені айтқым келіп отыр. Негізі, жалпы осы өмірде мен қазір бүгін кездесіп, жаңағы өздеріңмен танысып отырмын, және екі таныстықтың арқасында мен бәлкім жаңағы болашақ өміріме байланысты бір жаңа шешімдер таба аладым. Алда бір мәселелерге тап болатын болсам, енді осы байланыс саласында өздеріңе хабарласамын. Мен нені айтқым келіп отырмын? Тек осы екі адаммен жүздесудің арқасында, бұл да коммуникация, бұл да байланыс қой, мен өзімнің өмірімді жеңілдете түсемін. Ал сендердің жұмыстарыңның арқасында мыңдаған, миллиондаған адамдар күнделікті өмірін, күнделікті жұмысын, күнделікті жасайтын әрекеттерін еш кедергісіз, қиындықсыз бір-бірімен байланысып, қазір күнделікті байқасаңыздар, туыстар бір-бірімен жаңағы Wi-Fi-ді қосып алып үйде жатып, бұрынғыдай WhatsApp-пен, бейнемен сөйлесіп, бір-бірін күнде жанында отырғандай сөйлеседі. Мен білем, талай достарым жаңағы шетелде, Америка құрама штаттарында, Еуропада, басқа мемлекеттерде болса да, сол байланыстың арқасында біз бір-бірімізбен жаңағы ақпарат алмасып, үнемі хабарласып отырамыз. Және сол хабарласудың мүмкін болуы өздерінің жұмыстарың. Мен әуелі жаңағы далада жүрген Бақтияр сияқты жігіттерге алғыс айтқым келеді. Сосын кеңседе отырып, байланыстың барлығын реттеп отырған Абылайхан сияқты жігіттерге алғыс айтқым келеді. Рахмет, өте қызық болды деп ойлаймын, әсіресе иттің қуғаны. Жұмыста табыс тілеймін, аман болыңдар, сау болыңдар. Жақсы, рахмет. Келесі сандарда қайта көріскенше, сау болыңыздар.